Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай дәруменге бай, ерекше дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: алма, грек жаңғағы және осында кез келген йогурт пен піскен қызылша қажет. Ең алдымен грек жаңғағымызды осылай ұсақ етіп турап аламыз. Сіздерде измельчитель, яғни ұсақтайтын арнайы құрылғы болса, сонымен өте қатты ұсақтамай бір айналдырып шығуларыңызға болады. Содан кейін алмамызды да сыртын ашып, осылай видеодағыдай төрт бұрыш етіп турап аламыз. Атап өткенде, бұл салат дәруменге өте бай, иммунитетті көтеруге жақсы көмектеседі. Әсіресе балаларыңызға, жалпы отбасыңызға жасап берсеңіздер болады. Гемоглобинді көтеруге де пайдасы зор. Енді қызылшамызды да дәл алма секілді төрт бұрыш етіп түгел кесіп шығатын боламыз. Жалпы балаларыңыз қызылшаны ұнатпайтын болса, дәл осы салатты жасап беретін болсаңыздар, міндетті түрде жейтін болады. Себебі бұл салаттың құрамында алма бар, жаңғақ бар, және бұл салат майонезбен емес, йогуртпен жасалғандықтан дәмі өте тәтті болады. Сол себепті балалар сүйіп жейтіні сөзсіз. Мен бұл салатқа 3 қызылша, 3 алма және аздаған грек жаңғағы мен 2 йогуртты пайдаландым. Және салатқа қажетті құрамдарды отбасы саныңызға байланысты азайтып не көбейтіп жасасаңыздар болады. Барлығын турап болған соң, осылай үстіне йогуртымызды салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен біздің дәруменге толы салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және сіздерге менің видеом ұнап жатса, каналымның өсуіне үлес қосып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып жіберсеңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Алда мен сіздермен әлі түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.